Бәріміз тосып отырған бір айтыс бар. Ол бүгінгі айтыстың айтқыштары Айбек Қалиев, Арқалық, Қостанай облысы. Ринат Зайытов, Алматы. Жамбас мүжіп жал ұстаған, жезқазған ежелден ақ танысмаған, Ұлытаудың емшегін еміп өстім, ұлағат ұлылығым дәріс маған. Алла деп Наурыз тойға келіп қалдық, қалайша қуанышыңнан қалыс қалам. Көрші ақысы Құдайдың хақысы деп, арамыз болғаннан соң қарыс қадам. Жаңа жыл Наурыз елге құт әкелсін, сәтпайып жете берсін табысқа мен. Жеріңнің астындағы қазынамен бір кезде шаһар едің қарыштаған. Өздерің аш өзек боп жүрсеңдер де әлемдік баятанды кәріс балаң. Мен үшін мысың емес кісің қымбат, өзің Алла жар болсын арыс қалам. Жерінің астынан да үсті қымбат, ассалаумағалейкум қаныш қалам. Сөйлесем сыр сандықтан кілт аштырып, сәулелі сөздерімнен нұр шаштырып, әкімдерің Әнуар Омаров қой түнектен күн шығарған бұлт аштырып, кезінде Әнуармен айтысқанмын інілік ізет жасап сый тастырып. Әкімің ағым болса ол да жақсы, жан жарасы кетпейді күр тасқынып. Қысқажып күрмеуіне келмей жатса, өлең айтып береді үй қаштырып. Тірлігіңнің қабыспай жатқан жерін жырымен жібереді ұйқастырып. Сәтбайып айтыспенен сәнің келді, бүгінгі барлық ақын жалын болды. Бізге дейін қозғалып бар тақырып, сіздерге біраз нәрсе мәлім болды. Нұрматпен айтысқанда Бауыржанның ойында бір бомбыны жару болды. Жүкеңнің төбешасын тік тұрғызып, соңғы жұпта көрсетсін барың денді. Бауыржанның бомбасы ештеңе емес, алдыңа ядролық қару келді. Ринат аманбысың жан бауырым, айтыспен өте берсін бар дәуірің. Жұртыңның қошеметінен көріп тұрмын, алаш деген жұртыңа бар қадірің. Шабысыңнан дабысың мықтақынсың, қындағы қылышыңды қамда бүгін. Өзіңнен сөзің ірі жігіт едің, шыңғысса қоздыратын ардажының. Ардажыны қозғанда бөгет бермей бәрін жайпап өтетін жан жағының. Көптен бері айтыспай ішің толдау, сұңқылдап сұрғылтайша сарыңа бүгін. Аузыңа тілің сыймай отқан шығар, ағаңның әрі қарай жалға жырын. Сөзімді біреу ұқпас біреу ұғар,
айтыс жайын Айбек айтып өтті және әу бастан азамат қой білері бар. Бүгін рас тілін біраз тартып отыр, қанша мақын келсе де жүрегі бар. Абақтыдан босап шыққан бұл айтыстың әлі де условный срогі бар. Айқаяға бісміллә өлеңімнің бастамасы, тимесін арманымның тасқа басы. Сағынысым жолыққанда көрерменмен, жаратқан жігерімді жасқамашы. Ассалаумағалейкум Сәтбаевтың үлкендері орта буын жас баласы. Қаныштың атын алып қарыштаған, бүгінгі ақиқаттың дос қаласы. Ұлыстың ұлы күні сен боп тұрсың, айтыстың алтын күмбез астанасы. Айқаяға ассалаумағалейкум батыр ақын, жүрегі ақиқатқа жақын ақын. Монтиып моп-мон боп отыратын, сөйтіп ақ қалайларды жапыратын. Бүгінде дәл өзіңдей азамат аз, былғамай келе жатқан ақын атын. Әу бастан өткірлігің елге мәлім, дат айтса да жасқанбай қатыратын. Содан кейін әкімдерді былай қойып, жүрсіннің өзі қорқып шақыратын. Сенде аға шаппағалы біраз болды, үкімет шүйліккен соң атың атын. Ал бүгін Сәтбаевта кезің келді, айтыстың бір ақтаңын атыратын. Самарқанның көктасын ереткендей, Сарыарқаңда сөз қымызын сапыратын. Айқаяға сен едің Айбек деген шақшалағам, жаманға жағынуды жат санаған. Жұрт бүйткен сізді жүйрік дейді ағасы, 60 күн шапсадағы ақсамаған. Абайла бірақ менде аянбаспын, егерде тісін қатты батсамаған. Ринаттың қытығына тиемін деп, жерін қалмай қалмасын қақсамаған. Айқаяға тұндырып сауырына тұнық терді, басымыз біздің қашан құрық көрді. Ринат сен де айтқышсың, мен де айтқышпын, аузымыз дей алмаспыз құлып көрді. Жүрсін жездем жүзіне бір қарап қой, байқайсың бізге деген күдіктерді. Бегарыс Бауыржан мен Ринаттай жинапты ақиқатшыл жігіттерді. Айбек пенен Ринат айтысқанда бір бүлік шығатынын біліп келді. Сондықтан біз абайлап сөз сөйлейік, ойнатып көзіндегі үміттерді. Осы айтыстың алдында жүрсін жездем Ақ-Орданың төріне кіріп келді. Айтысты айғай-шусыз өткізем деп сақал мен мұртын талғап жұлып берді. Жездеміз қылғыбырсыз қалмасын деп Айбекте тілін бүгін буып келді. Айтатын наурызда жырым құшақ, дәл мұндай туа бермес дүбірлі сәт. Қайда бастап барасың мақтап-мақтап, көлдегі көзге түспес жылым құсап. Мен сен алғаш көргенде бозбал едің,
Ринат есіңде ме бұрынғы шақ? Мырзатай Еуразияға алдырғанда құлдыраңдап жүрушен құлын құсап, тіліңде сол кездері тәттақ еді, өзіңе қарайтынбыз шырын құсап. Дәулеткерей екеуміз күтіп алып көрсеткенбіз өзгеден бұрын құшақ. Сабағыңның бәріне көмектесіп басыңа жібергенбіз білімді сап. Айтыс барсаң жолыңа ақша тауып беруші ломбардқа киімді сап. Балғынбек Серікзатпен төртеумізді сол кезде сыйлаушы едің пірін құсап. Өтірік десең ән отыр Дәулеткерей сақтайтын, ешкімге айтпай сырыңды сақ. Өз қолың өз аузыңа жеткеннен соң тастай салдың таусылған шылым құсап. Көркініңді бүгінде танымайсың, Украинадан бөлінген Қырым құсап. Биліктің келсе дағы кім басына, көз салсын саясаттың жылғасына. Украин елінде болған майдан дөп келді дәл биылғы жыл басына. Шымшытырлық шиырлы саясат бар, қарасаң мұның ұзын ырғасына. Азаттыққа жетем деп ала сүріп мың бәле сатып алды бір басына. Үрейт соқ деп ақш пен батыс отыр, айналам деп ең жақын сырласыңа. Ресейге әскерін тақап қойды, оқ салып танкісінің мұржасына. Украиндық орыстар аттан салды көтеріп ресейлік тубасына. Путиндер сөз сап беріп үргізіп жүр Жириновский секілді қубасына. Ағайын ойлаш өзің, осы жағдай кімге піл, қазаққа да тумасына. Қандасын аямаған орыс орман, қаруын біздің жаққа бұрмасына. Біздегі сар орыс пен қар орыстар Ресейге қосылам деп тұрмасына. Тұлыпқа мөңіреген сиырдай боп сенбейік Ресейдің тұлғасына. Кедендік одақ деп жай аталатын кеңестер одағының сұлбасына. Агигагым, агигагым. Бүгінде шарадайдып шақшадайды, саясат танытып тұр басқарайды. Ресейге қосылсақ деп жүргендер бар, аңсаған қатын құсап басқа байды. Шетелдік қазақтарды солтүстікке әкелсек төнбеседі басқа қайғы. Шымкенттің қазақтарын көшірсек те жеріңді жат қолында тастамайды. Жау жүрек күші жүзім тұрған кезде Оралда казактардау бастамайды. Өскеменді бермейді семейліктер, торғайлықтар бермейді Қостанайды. Мен қорқамын Қызылжар Павлодардан, орыстары қазаққа қас қарайды. Сыртқы жаудың меселі белгілі ғой, ішкі жау іштен шалып расталайды. Бірлігі жарасқан ел деп жүргенде сұмдығы әрасқан ел боп салайды. Сондықтан бізге қазір бірлік керек, ұмыта тұрған дұрыс басқа жайды. Шекараны тас қылып ұстау керек, қазақтарды көбейтіп бақталайлы. Қазағымның бірлігі бекем болса, ешбір жау шекараңнан аттамайды. Ринат, осы сенің найманыңда өткен екен кет бұға заңғарыңда.
жауға алталашқа ортақ тұлға, ерлігін жұртым бүгін аңғаруда. Жошының биі болған Кетбұғаның еңбегіне барша жұрт таңғалуда. Кетбұғадай жыраудың ұрпағысың, жоқ шығар сірә сенің арманыңда. Палестина жерінде жатыр екен, тарихтан оқып соны аңдадың ба? Ринат араб жаққа барып тұру ертеден бар екен ғой қандарыңда. Әгегәгім, әгегәгім. Ақынсың, ақиқатты ағытқан көп, ойлап ем жүрегіңде шабыт бар деп. Ұстаздық қылғаныңды бұлдадың ба? Онда неге бермедің бағыт дәл деп? Ағайын беттеріңе айтайыншы, бұлар маған мұғалім болып жарытқан жоқ. Мен сабаққа келгенде мыналар жоқ, ұлағаттың түймесін ағытқан жоқ. Тым болмаса бір лекция оқып беріп, әдебиеттің қыр-сырын танытқан жоқ. Бильярд ойнау менен қызға бару, осыдан басқа ештеңе дарытқан жоқ. Ай, Ауайбек, сен соққыға шөлдедің бе? Қалауым емес еді ол менің де. Сирия жайында айттың әңгімені, оңайлықпен емес қой көнгенім де. Қандарыңда бар екен деп айтып қалдың, сонда бізді найман деп бөлгенің бе? Мен сенен осындай сөз күтпеп едім. Аға жасқа келіп теріс өрледің бе? Ел жайлы біз айтқанмен мақтаулар көп, рушылдық жайы бердің ақпарлар көп. Мен өз басым ойлаймын бөлінгендер, бөрі талап табанға тапталған деп. Шын болат бекер айтқан жоқ қой аға, бәрін біреу береді деп жатпаңдар деп. Бір қазақты бөлінбей үшке бөліп, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар деп айқай ағау. Қазағым демесем де сормаңдайсың, қатерден егертерек қорғанбайсың. Араңда қаптап жүрген экстремист бар, осы жайлы ойланып толғанбайсың. Вахабист, хизбут, тахрир, салафилер қайсынан қандай рақат алғандайсың? Дүмшеген надан ел боп шеттеріңнен кеше ғана мұсылман болғандайсың. Мәшһүр Жүсіп Шәкәрім Абайды оқып, тура жолды неліктен қолға алмайсың? Сәләфидің арманы жару ату, сен оны әлі күнге аңғармайсың. Олардың қатарында жүргендерді түгендесең таңданып талғандайсың. Тең жартысы түрмеден шығып келген, тақия киіп уағыз айтқыш тарландайсың. Қыз зорлап кісі өлтірген тонаушылар, енді өзің біле алғандай жол таңдайсың. Алланың атыменен адам қырсаң, жұмақты не бетіңмен армандайсың. Айқай ағау, ай, ай. Мен айтпасем, мына Айбек бастамаса,
кетпесем көңіліңді жасқа баса, қазақты Ресей баспас екен дедің. Ауаға сен қадамды басқа жаса, болмайды ол жайында ойламаса, ертерек қалқаныңды сайламаса, қазақтың қазақтығы емес білем, дірілдеп Россиядан тайғанаса, кедендік одақ деп біз көтергенмен, жақсылығы жоқ жасап қойған аса, мен бірақ қазағыма сенім артам, кім жайнайды ер қазақ жайнамаса, біздің қазақ қасқырлығын жоғалтпайды-ау, егерде ит өмірі байламаса. Ай-ай-ау, ай-ай, алаға дұрысынан түсінмені, жүрмейді шындықты айтпай кісілгері. Сен айттың ғой сырт жақтағы саясатты, мен айтайын саясатты ішімдегі. Жібермейтін қазақ жауыз жандар кесе, салмаймын өтірікпен жалған көше. Кеңгейінің айтайықшы жағдайын, аяғасы тоқырап қалған кеше. Бәрімізді тақырға отырғыздау, келімбетіп дейтұғын алдар көсе. Әу баста девальвация болмайды деп, қаржыға қожам сейіт болған неше. Кеңге тоқырап қалғанда мен білгем деп, тағы да керемет сөз салған бөсе. Ердің екі сөйлегені өлгені деп, ұлағат айтып еді шалдар кеше. Халықты ақымақ қып ойнайтында, ертерек ескертпейме заң бар десе. Қайран қазақ тақырға отырмас ет, тоқырау келе жатыр қандан десе. Қайрат неге екі рет сөйлейді екен, бұтқа киіп жүргенін шалбар десе. Ай-ай-ау, ай-ай, жарқ етпес қара көңілің не қылса да, аспанда ай менен күн шағылса да, айт сенің атыңды асқақтатты, сондықтан оның мәңгі бағын сана. Мен өз басым айтысқа адал едім, алдымнан қанша кәсіп табылса да. Актер болам, жюри болам, басқа болам, саусағыңды бүгіп тұрып бәрін сана. Өткенде теледидар қосып қалсам, ішінде Айбек отыр әнін сала. Қатын болып киінген ер баламен айтысып отыр екен жанын сала. КВМ бұл айтысты мазақтағыш екендігін дәлелдеп арын шала. Соларға сен қосылып кететіндей, басыңа не күн туған соғыр шама. Ай-ай-ау, ай-ай, Ринат аузыменен айдалған ба, дос боп тұрып қасыма айналған ба, жастарымның жігерін жанимын деп, шақырса барып тұрам жайдарманға. Қолыма қару алып кісі қуып, сен құсап жүрген жоқпын ойрандарда. Әгигәгім, әгигәгім ай. Жан едім жақсыдан ой түйе білген, жасымнан жарастықты сүйе білгем. Мен руға бөлгем жоқ Ринатжан, ағытайын деп едім тиегіңнен. Байқасам шап бергенге тап бересің, осындай мінезіңе күйемін мен. Жерден таяқ алғызбас көк айылсың, бүйі шағып алғандай бүйеніңнен. Құдай сақтап еркек боп туылыпсың, бұтына жарғақ шалбар кие білген. Әйел болсаң тіліңнің кесірінен, күнде таяқ жеуші едің күйеуіңнен. Әбигәгім, әбигәгім ай.
Қазақтың арғы тегі сақтар еді, тарихтан жеткен құнды ақпар еді. Ентелеп ел шетіне жау келгенде айқасқа арғымағын баптап еді. Тұмар ханым Зарина Шырақ батыр, есімі бар түріктің мақтан еді. Құдай сұнған парсының падишасын қанына тұншықтырып таптап еді. Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен абызым Манарыстай тақтақ еді. Әлемге әмір еткен Ескендірде сақтарға тиісуге батпап еді. Сейхунның жағасына келіп тұрып атбасын кері бұрып шапқан еді. Дүниені шайқаған сақ бабалар алтыннан сауытында аптап еді. Мәдениеттің ошағы гректерде аузын ашып көздерін жапқан еді. Тарихтың атасы Геродоттар аузының суы құрып мақтап еді. Дүбірлі дүниені мойындатқан осындай салтанатпен сақтар елі. Қазақтың арғы тегі ғұндар еді, ғұндарда айтшығандай мұң бар еді. Ғаламды алшаң басқан ғұн бабалар қылышын тасқа жанып шыңдап еді. Сол ғұндардың көсемі мүде қаған, ел үшін белін бекем буған еді. Жерді бер деп желіккен Қытайларды бездіріп Бейжіңге дейін қуған еді. Ұлы Қытай қорғанын Қара Қытай ғұндардан қорыққаннан құрған еді. Ғұндарды Алла мерек жаратыпты, Атилла еділ қаған шын дәлелі. Европаны жаулап ап еділ қаған Жардәлемге патшалық құрған еді. Рим папасы жалынып, жалбарынып, жығылып, аяққа бас ұрған еді. Рим папасын тізгіндеп тізерлеткен тарихта одан басқа кім бар еді? Аузынан жалын шайнап от бүріккен, әңгімені өрбітсем көк түріктен. Түркінің қағанатын құрмап беді, арылтып білге қаған көк күдіктен. Қаған мен Қарашаның арасында тоны көк көпір болған ептілікпен. Күннің астын биледі күлтегіндер, қаһарынан қар жауған беттілікпен. Дізеліні шөктірді түркілердің қызын бегім, ұлдарын бек қылып тең. Қазақтың оянатын сәті туды, осындай жұғын қалса тектіліктен. Абылайдың тұсында қазақ едік, жоңғармен қалмақ шауып мазал едік. Ақтабан шұбырынды заманада басымызға күн туып азал едік. Қазаққа сол кезде Алла бірлік берді, тірліктің жүре берді базар өріп. 300-дің басы сонда қосылмаса басынған көп дұшпанға мазақ едік. Қалмақты қойдай қуып тоз-тоз қылдық, басқыншыға басалқы жаза беріп. Жоңғарларды жоқ қылдық жер бетінен, өйткені біз ерліктің ғазал едік. Соның бәрі бірліктің арқасында ары қарай не қылайын соза беріп. Ринат осы жерден тоқтатайын, көрермен көпшілікке маза беріп. Айтыста анау мынау десек тағы саған деген көңілім таза берік. Ағайын қошаман бол көріскенше, қайдадан сахнаңда ғазал өріп. Айдыстың ұлы көші тоқтамасын, біткенше ең ақырғы қазақ өліп. Айдын-ау қазақ жайлы арайлы ой, әр сөзің асыл деуге жарайды ғой.
болсаң күйеуің сабар ет деп, мынау мені аяқ асты талайды ғой. Мынау мені аяқ асты талайды ғой, ойымды бір бұрышқа қамайды ғой. Тек күйеулер әйелдерін сабамайды, ауаға олай деуге болмайды ғой. Байымыз болмаса да мысалаға, үкімет айтысы көп сабайды ғой, айқаяға. Жоқ еді саған артық сұрағымда, болайық әрқашанда бір арында. Айтатын айтыс жайлы ойым бар еді, оны мен ішіне бүгіп тұрамын ба? Несін сізден жасырамын қайран елім, күнді өзгеріп жатыр ғой ұранымда. Айтысқа таласыштар көп болып кетті, білмеймін не сыр барын сірәмімда. Кезінде жүрсін ұқсап сақал қойған, кешегі балалар бар құрамында. Айтысқа молда біткен таласып жүр, жаназасын ертебек шығаруға. Сақта Құдай қиын қыстау заман болса, қайтем көңілім айтысқа алаң болса, бірақ менің айтысым өле қоймас. Ата түйе жүрсінім аман болса, айқаяға. Жұртыма жетіп жатса жыр ұшқыны, ұрыстың болмас білем ырыс түбі. Бізге рас Украина мысал болсын, бірақ күнде бұзылған туыстығы. Көрдіңдер аяқ асты ойран болды, тыңдаймын деп неше түрлі жымысқыны. Олар билікті жеңдік дегенменен белгілі ақш екені қылышқыны. Біз ақындар үкімет сынағанмен көтеріліс демейміз дұрыстығы. Кімге қалай өзім үшін де әрқашанда алтыннан қымбат елдің тыныштығы. Айқаяға. Рахмет. Söz sayысын бастаған Айбек Қалиев қазір алғазы. Бұрынғай 10 беріп жатырсыздар. Ринат Зайдық башы. 4-9-5-10.